Өткен демалыс күндері еліміздің түкпір-түкпірінде көптеген қазақстандық кәсіпкерлер демалыссыз күшейтілген режимде жұмыс істеді. Өйткені 21, 22 және 23 маусым күндері Қазақстанда Каспий жұма бүкіл халықтық сатып алу мерекесі де өтті. Қалай өткені туралы тілшіміз баяндайды. Сатып алушылар үшін тиімді зат сатып алу мерекесі, ал сатушылар үшін сауда көлемі ұлғаятын кез. Әсіресе кәсіпкерлер қуанышты. Тапсырыстар Қазақстанның әр өңірінен түсуде. Бұл география мен сату көлемінің ұлғайып келе жатқанын білдіреді. Мұхажан бренді осы заманауи стилімізбен дәстүрімізді бірге үйлестіріп, өнімдер шығарып жатырмыз. Каспий жұмада былғарыдан белдіктерімізден бастап, осы Мұхажанның саквояждарына дейін сатылымда. Біз негізі Алматы қаласымен және Ақтау қаласында біз өнімдерімізді таратамыз, жеткіземіз Қазақстан бойынша. Бірақ көбінесе осы Астана қаласы жақсы алып жатыр. Сатып алушыларға еліміздің кез келген қаласынан тауарға тапсырыс беруге болатыны ыңғайлы. Және оны тікелей үйге немесе жақын маңдағы Каспий постаматқа жеткізеді. Кеше заказ бердім, бүгін әкеп тұр. Бәрі керемет тап-таза. Рахмет Каспийге. Маған Каспий жұма бөліп төлегенге өте ыңғайлы. Мен өзіме газ плита, холодильник, соны жаймен бөліп төлеп отырам. Қандай керемет. Мен Каспий жұмамен осы заттарды Каспий постаматпен алам. Ал үлкен заттарды маған үйге алып келеді. Өте ыңғайлы. Келесінде аласың, үйде отырмайсың, күтіп, қашан заказ алып келеді. Постамат өте керемет. Жеткізу қызметтері де мерекеге риза. Каспий жұманың бізге пайдасы, заказ көп болады. Бізге Каспий жұма өте маңызды және тиімді. Біз Каспий жұма басталған кезде көп заявка істеуге тырысамыз. Таңертең сағат 9-дан бастаймыз, кешкі заказға дейін апаруға тырысамыз. Онлайн сату дәуірінде көптеген сатып алушылар сауда орталығына мерекелік атмосфераны сезіну үшін келеді. Адамдар өте көңілді болып келеді. Оларға біздің сыйлықтар өте қатынауда. Бәрі бізге разы, бізбен фотоға түсіп жатыр. Бәрін үлкен рахметімізді айтамыз. Атмосфера өте әдемі. Керек нәрсенің барлығын алып жүр. Әсіресе немерем сұраған нәрселердің барлығын аламыз. Каспийға рахмет айтқым келеді. Әрине, дүкенде өнімді көзбен көріп, таңдаған қызықты. Каспий жұмамен екінші рет пайдаланып жатырмыз. Бірінші ретінде үлкен бассейн алған балаларыма. Енді сол бассейнге тағы да керек құжаттарды алайын деп жатырмын. Өте ыңғайлы. Осылайша бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі қазақстандықтарды қуантып келеді. Каспий жұма қазірдің өзінде нағыз қазақстандық экономиканың құбылысына айналды. Ол адамдарға отбасылық бюджетке салмақ түсірмей қажетті зат сатып алуға көмектеседі. Ал бизнес дамып, жаңа жұмыс орындарын ашады.